барша ғалымдар асыға күткен жаңа құжат күшіне енді, не өзгерді? Жастарды қолдаудың осы мына үймен қамтамасыз ету, соларға арналған жеке бағдарлама әзірлеу, соның бәрі осы заңнаманың шеңберінде де көзделген. Қаржыландыру ғылымға деген өсті деп. Қаржыландыру өскенмен бір нәтижеде өзгеріс бар ма? Ғалымдардың өздері тікелей айтып беріледі, көрсете беріледі, керек болса осы сіздердің көрермендеріңізді сол лабораторияға шақырамын. Ал сол өндірістен, бизнестен сұраныс бар ма ғылыми ізденістерге? Жаңа шығып жатқан бат дейміз, сүт өнімдерін өңдеу, соның нәтижесінде шөптің нәтижесінде жаңағы дәрі-дәрмек алу, оның барлығы енді біздің отандық ғалымдар жасап жатыр. Көптеген сол жаңағы институттардың өз материалдық техникалық базасы әбден ескерген. Жаңа өзіңіз де айтып отырсыз, көзімізбен көрдік. Біздің ғалымдар керекті нақты, мысалы енді әлемдік деңгей заманауи құрал-жабдықтарға алуға қол жеткізеді. Жас ғалымның табысы қанша қазір? Ғылыми гранттарды ұтатын болса, соған жаңа сіз айтқандай, ғылыми гранттардың шеңберінде алатын жалақылардың бәрі қосарланып, сәйкес сол 1,5 миллионға дейін жетеді. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Аты жөнім Медетжан Зұғытты. Солай YouTube арнасындағы сұхбаттарымызды жалғастырамыз. Бүгін отандық ғылым мәселелері жөнінде сөз қозғау үшін ғылым және жоғары білім вице-министрі, белгілі ғалым, математик Дархан Ахметзакиді студиямызға шақырған едік. Дархан Жұмаханұлы, қош келдіңіз. Бірінші шілде күні президент ғылым және технологиялар саясат жөніндегі заңға қол қойды. Барша ғалымдар асыға күткен жаңа құжат күшіне енді, не өзгерді? Енді әрине бұл үлкен осы ғылым саласындағы үлкен бір тамаша үрдіс. Енді бұның кішкене тарихын айтып берейін. Ең бірінші тапсырманы алған кезде 2022 жылы біз осы заңды жалпы тек қана келешекте бір формал тұрғыда емес, осы ғылыми қауымдастықпен бірге жасап, солардың қазіргі таңда алдарында тұрған бір мәселелерді оңтайлы шешудің жолдарын көздедік. Алғашқы отырыстар 23 жылдың қаңтар айынан бастап 200-ден астам ғылыми қызметкер, ғалымдардың бәрі қатысты. Енді әрине, сонша көп адам болғаннан кейін жан-жақты пікірталас, ой, идеялар болды. Алдындағы заң 2011 жылы қабылданғаннан кейін осы 10 шақты жылдың ішінде біршама шешілмей жүрген мәселелер туындаған еді. Шешудің жолдары әрине заңнамалық тұрғыда міндетті түрде қазіргі ғылымның нәтижесі нақты өндіріске, экономикаға керектігін бәрі баса тартты, алға тартып, сонда сол туралы айтылды. Енді оны қалай қол жеткіземіз, механизмдер қандай деген сұрақтар туындады. Бұл жерде бізде осы алдындағы заңдардың ішінде де коммерцияландыру, онан кейін жаңағы мемлекеттік тапсырыстарды орындау барысында нақты өндіріске бір енгізу жолдары көзделген болатын. Бірақ толыққанды кең ауқымда ол қолданбады. Сондықтан жаңа заңнаманың ішінде біз алда қойған мақсат қалай қазіргі таңда ғылыми ізденістердің бір деңгейі қандай, оның шынайы өндіріске қаншалық қадам жақын, соны білу керек болды. Сондықтан осы заңнаманың ішінде алғашқы рет TRL, Technology Readiness Level деген ұғым енгізілді, яғни технологиялардың қазіргі дайындық деңгейі. Ол кең мына НАСА және Евроодақта қолданады. Кез келген бағытта алатын болсақ, мысалы физика бағыты бойынша оның ішінде теоретикалық тұрғыда ізденістер болатын болса, ол алғашқы 4 деңгейін қамтиды. Одан кейін ол қолданбалы зерттеулер болса 4 пен 6 деңгейіне барады. Ал енді нақты сол физикалық өндірістің негізінде құрылған құрылғы болатын болса, оны ертең бір өндіріске пайдаланатын болса, ол 9 деңгейге дейін есептеледі. Сондықтан біз осы алда қойған мақсат осы заңнама шеңберінде сол TRL механизмін кең ауқымды бүкіл осы жобаларға енгізсек деген ой. Соның нәтижесінде ғылыми ұйымдардың өзі жалпы рейтингісінде байқалады деген ойдамыз. Екінші негізгі бағыт, ол енді мына қазіргі таңда бізде ғылым қоры, содан кейін оның өз жұмысына байланысты өзі қазіргі кезде ол оператор ғой. Коммерцияландыру гранттарын үйлестіреді, соның шеңберінде жаңа құзырға ие болады. Ол яғни венчурлық капитал, сол венчурлық қаржыландыру механизмдерінің тетіктерін сол жаңа фонд жүзеге асырады деген ойдамыз. Оның шеңберінде мына қазіргі таңда егер мемлекет тікелей коммерцияландыру жобаларын қаржыландыратын болса, соған қоса
мына бизнестен қаржыландыру көздерін тартсақ па деген ой. Венчурлық жаңағы қаржыландыру көздері қазіргі кезде әлемде кең таралған. Бізде Қазақстанда ондай ұйымдар бар. МОС сияқты мысалы. Солардың өз механизмдеріне қарайтын болсақ, олар өздерінің алғашқы тәуекелдіктер өз мойнына алуға қаржысын жұмсайды. Соның бәрін үйлестіріп, келешекте мемлекет жаңағы кәсіпкерлердің арасындағы сондай бір байланыс орнатса деген ойымыз бар. Соны осы ғылым қоры жүзеге асырады. Екіншісі, енді қазіргі кезде ақпарат көп қой. Ғылыми техникалық ақпараттың өзінің өңдеу, оны кейінтіні мына университеттер мен ғылыми мекемелерге әлемдегі болып жатқан үрдістерді тез қысқа мерзімде жеткізіп, соған байланысты нақты өндіріске қандай да бір ұтымдылығын жүзеге асырып біздің институттардың бәрі сол керекті шешімдер ұсынылатын болса, оның өзі үлкен бір ақпараттық кеңістіктегі бір өзінің рөлі ерекше. Сондықтан бұрында да бізде болған ондай орталық, сол орталықты қайтадан жандандырып жүзеге асырып ашсақ па деген ойымыз бар. Ол орталықтың өзі негізгі міндеті әлемдегі инновация, ноу-хау, сол бағыттағы өзіміздің экономикаға керекті технологиялық ақпаратты өңдеп үйлестіру жұмыстарын жүзеге асырады. Келесі бағыт ол әлеуметтік қолдау. Енді қазіргі таңда жастарды өздеріңіз білесіздер, ғылымға соңғы жылдары келіп жатқаны айтарлықтай көп. Оның енді өзі құптарлықтай қолдайтындай екі негізгі идея бар. Біріншісі мына жастарға арналған гранттар бөлінеді соңғы 4-5 жылдың ішінде. Ал енді соңғы үрдіс президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаның тапсырмасына сәйкес жастарды қолдаудың осы мына үймен қамтамасыз ету, соларға арналған жеке бағдарлама әзірлеу, соның бәрі осы заңнаманың шеңберінде де көзделген. Енді соңғы идея ол мына соңғы жылдары 2 жылдың ішінде ашылған коммерциялық емес мекеме акционерлік қоғам ретінде ұлттық ғылым академиясының өзі де рөлде статусты өзгереді. Оның жаңа статуста ол жоғары ғылыми ұйым ретінде қайтадан қалыптасады деген ойдамыз. Соның шеңберінде жалпы мына академиялық ортаға тән керекті академиялық кеңес, соның ғылыми кеңестердің шеңберінде сайлауда, соның кейін шешім қабылдауда сол жүзеге асады деген ойдамыз. Осының барлығы мына ғылымның басқару жүйесі, соған шешім қабылдау жүйесіне оң септігін тигізеді дейміз. Енді бұл жаңағы бағыттарға жеке-жеке тоқталып өтерміз. Дегенмен енді соңғы 5 жылда президенттің өзі айтып өтті, 60 есе қаржыландыру ғылымға деген өсті деп. Қаржыландыру өскенмен бір нәтижеде өзгеріс бар ма? Әрине, енді қаржыландыру соңғы жылдары бізде екі кезеңге бөлінді. Біріншісі бұрында ғылыми тапсырыстардың, ғылыми жаңағы жобалардың өзі көпшілігінде осы мемлекет тапсырыс шеңберінде грант арқылы жүзеге асқаннан кейін 2011-ден бастап бұл жүйе күрт өзгерді. Біріншісі гранттық қаржыландыру, одан кейін нысаналы қаржыландыру, одан кейін коммерцияландыру жобаларды қаржыландыра бастады. Қазіргі мына ақшаның көлемі өскеннен кейін, яғни бұрында егер әр грантқа мөлшері 20-30 миллион болатын болса, қазір жылына 50-60 керек болса 500 миллионға дейін қаржыландыру көздері ашылды. Соның нәтижесінде бірінші мәселе ол құрал-жабдық сұрағы шешіле бастады. Өйткені сол лабораториялар, сол университеттер сәйкес лабораториялардың ішкі керекті заманауи құрал-жабдықты қамтамасыз ете бастады. Ол бір. Екіншіден ғалымдардың жалақысы. Сол жалақысы өскеннен кейін, мен айтқан жастардың өздері қайтадан сәйкес ғылыми қызметкер ретінде өздері жұмыс істегісі. Соңғысы, енді кез келген коллаборациялық тұрғыда қарайтын болсақ, әлем деңгейде ғылым мен Қазақстан деңгейіне ғана емес, әлемдік тұрғыда жүзеге асады ғой. Солардың бәрі шетелдік жаңағы ғалымдарды шақыруға мүмкіншілік берді. Осының нәтижесінде айта кетсек, мына іргелі ғылым бағыты бойынша физика саласы болсын, ядролық жаңағы физика, одан кейін химия, биология, әр бағытта өздерінің жетістіктері бар. Керек болса тізіп айтып беруге болады. Бірақ енді қарапайым мына айтатын болсақ, мына инженерлік тұрғыдағы қандай шешімдер. Ол жаңа заманауи композитті материалдар. Ол жаңағы құрылыс саласында болсын, немесе металлургия саласында болсын. Екіншісі мына агротехнология дейміз ғой. Оның ішінде жаңадан алынған сорттар, өзіміздің бидай болсын, басқа арпа, оның барлығы ол жұмыстар бұрында да жүзеге асып жатқанда шығар. Бірақ қаржылың жеткіліксіздігінің арқасында ол қарқынды жүрмеді. Қазіргі таңда сол нәтиже бар.
Оның нәтижесінде сіздер соңғы жылдары көріп жатқандар шығарсыздар, ғалымдардың өздері тікелей айтып бере алады, көрсете бере алады. Керек болса осы сіздердің көрермендеріңізді сол лабораторияға шақырамын, өз көзімен көрсін. Нақты жетістіктер бір жағынан әлем деңгейдегі жаңағы басылымдарға шыққанның арқасында біз өзіміз Қазақстанның ғылыми нәтижесі қай деңгейде екенін байқаймыз. Екіншіден осы керекті өзіміздің экономикаға керекті шынайы өндіріске керекті тапсырыстар орындалып жатыр. Бұның енді бір жағынан келесі бір механизм жүзеге асудамыз. Ол бірден бірі мынау үлкен Қазақстандағы компаниялар, кәсіпорындар, Қазақмыс болсын, жаңағы Казцинк, одан кейін ержи, олардың өздерінің енді ішкі мәселелері бар ғой, технологиялық тұрғыда. Сол технологиялық тұрғыда қалыптасқан мәселелерді біздің ғылыми қауымдастық шеше ала ма деген сұрақтар туындап жүрді соңғы кезінде. Соның бірден бір шешу жолдары осы мына үкімет деңгейіндегі жоғары ғылыми техникалық өзіміздің комиссиямыз бар. Премьер-министрдің тапсырмасына сәйкес біз сол үлкен компаниялардың жаңағы мәселелер, проблемный комитет дейміз, соның деңгейінде сол өндіріске барып, өзіміздің ғалымдарымызбен бірге нақты қандай тапсырмалар бар екенін көреміз. Нәтижесінде өзіміздің ғалымдар енді сол 10 шақты бір мәселе болатын болса, соның бір шамасын өзінің шешімдерін ұсынып жатыр. Енді алдағы бір отырыстарда естіп жататын шығарсыздар, дәл осыдан 2-3 апта бұрын болған Жезқазғанда өткен үлкен ғылыми хакатонда сондай бір шешімдер тапты. Ал сол өндірістен, бизнестен сұраныс бар ма ғылыми ізденістерге? Ол сұраныс қай кезде пайда болады? Енді қазіргі таңда шығып жатқан жаңағы өз бұйыммен жаңағы жалпы өндірістің өзі, өнімнің өзі ғылыми негіздемеге сүйене ме деген сұрақтан туындайды. Егер бәсекелестікті арттыруға бағытталатын болса, компания өзінің келешекте бір құнын азайтып, сәйкес осы Қазақстан деңгейінде өңдеу жаңағы сараптамалық тұрғыда бір жақсы деңгейге шығарғысы келетін болса, міндетті түрде ғылымға жүгінеді, ғылыми нәтижелерге. Бірақ ол жерде мынандай сұрақ туындайды: қазақстандық, отандық ғалымдар соны жасай ала ма деп. Және мен алдында айтып кеткен мәселелік жаңағы комитеттердің шеңберінде біздің ғалымдар да бас кезінде кішкене қорқақтап қарайтын. Сол мәселелер нақты технологиялық тұрғыда қысқа мерзімде шешім таба аламыз ба деп. Әрине біздің лабораторияларда ондай шешімдер бар, бірақ ол шешімдер осығанға дейін нақты өндірістің жаңағы жағдайында оны енгізбеген. Бірақ өндіріске жаңағы кәсіпорындарға да біз қосымша бір қолдау көздерін айқындадық. Жаңа заңнаманың шеңберінде ол мына салық жеңілдіктері мен салық шегерімдері деп аталады. Оның шеңберінде салық кодексінің ішінде егер тікелей мына Нью-Йорк ғылыми конструкторлық бағыттарға бойынша ғылыми ізденістерге ақша жұмсайтын болса, соған сәйкес кейін өзінің салығын төлеген кезде шегерім ала алады. Яғни ол кейін мемлекетке өзінің салық төлеген кезде айтады: мен ғылымға жұмсадым бұл ақшаны. Сондықтан менің қазір шығарып жатқан өнімнің ішінде ғылымның үлесі бар. Соған сәйкес енді ары қаратай біздің ғалымдардың өзі толық сеніммен соған белсенді қатысатын болса, сол шынайы сол өнімнің артықшылығына әкеліп бәсекелестігін арттыратын болса, әрине кәсіпорында оған ертең сәйкес өзінің ұсыныстарын жиі айтып шешімдеріне қанағаттанады. Бұл жеңілдіктердің барлығы, яғни кәсіпорындардың, бизнестің қызығушылығын арттыру үшін жасалып жатыр ғой. Ынталандыру үшін. Жалпы енді өзіміздің отандық ғалымдарды шетелдік демей қойып, ғалымдарды өндіріске тікелей араластырып, бірге жұмыс істеп жатқан нақты кәсіпорындар бар ма, айта аласыз ба? Енді ұлттық компаниялардан бөлек. Қазір енді 3-4 компанияны айтайын. Біреуі мысалы Аллагиум компаниясы. Осы мына трансформаторлар шығарады. Оның ішінде қандай да бір материалдардың жаңағы қасиеттерін зерттейді, соған сәйкес трансформаторлық жаңағы жұмыс істеу мерзімі болсын, соның бір басқа да бір қосымша параметрлерін ұлғайтады. Ол енді бір жылдың ішінде қалыптаспаған ғой. Өндіріс бар, яғни өндірісте сәйкес сұраныс бар. Өйткені дәл сондай трансформаторларды басқа да компаниялар шығарып жатыр. Соған сәйкес қысқа мерзімде оған шешім табу керек. Бізде сол компанияға өзіміздің институттар, екі институт мысалы көмектесіп жұмыс жасауда. Ол екінші жағынан мысалы енді үлкен компания, Тренко деген компания бар. Содан кейін мына күн сәулесіне сәйкес алатын энергияларды шығару. Оның өзі қазіргі нақты тапсырысқа ие. Мәселен осы жақында Қытайдан келген серіктестердің өздері соған қызығушылық білдіруде. Яғни ол шешімдер әлемде де табылып жатқан шығар. Бірақ оның өзі Қазақстанға келіп өнімдеріне қысқа мерзімді технологиялық бір процесті жүзеге асырып, соны
қазақстандық ғалымдар мен қоса инженерлер шығарылуына көңіл аудару керек қой. Сондықтан біздің көп жаңа айтып отырған компаниялар біздің коммерцияландыру жобаларына тікелей қатысады. Мәселен, жылына бөлінетін 5-6 миллиард теңгедегі жаңағы жобаларға соның 40%-дан көбі сол компаниялардың өздері. Яғни олар өздерінің ішкі құрылымдарында ғылыми зерттеу жаңағы бөлімдерін ашады да, сәйкес сол өнімге сәйкес тапсырыс береді. Соны ұтады. Нәтижесінде өзінің күнделікті пайдаланып жүрген жаңағы өндірісінің оң шешімін табады. Ол ауыл шаруашылығында да бар. Жаңа шығып жатқан бат дейміз, сүт өнімдерін өңдеу, соның нәтижесінде шөптің нәтижесінде жаңағы дәрі-дәрмек алу, оның барлығы енді біздің отандық ғалымдар жасап жатыр. Оны сырттан келіп істеп жатқан жоқ. Енді бірақ қарапайым халыққа былай ойлауы мүмкін ғой. Көзге көрінетін, күнделікті пайдаланып жүрген бұйымның өзі Қазақстанда жасалған дегеннің өзіне қол жеткізу үшін ол бір мезгілде, қысқа мерзімде қол жеткізе алмаймыз оған. Ол үшін қазіргі бар мына ауыл шаруашылығы болсын, онан кейін жеңіл өнеркәсіп, оның шеңберінде айтылған шешімдердің өзі 10-100 болуы мүмкін ғылыми тұрғыдан. Бірақ нақты өндіріске жеткен кезде оның біреу-екеуі ұтымдылыққа ие. Яғни бізге эксперимент жасап, оны нақты өндірістік жағдайда эксперименталды тұрғыда тексеру керек. Бізде мына айта кету керек, көп компаниялар сол тексеру, аккредитацияларын өткізу, стандартизацияға көп көңіл бөлмейді. Бірақ ол өте маңызды. Өйткені ертең сертификат алып, ертең тұтынушыға барған кезде соның сапасын қамтамасыз ететіндей байқау керек қой. Сондықтан да біз қазіргі алдағы тұрған мақсатымыздың бірі де осы жұмысты ары қарай жалғастыру. Яғни біздің отандық ғалымдардың шығарған жаңалықтарын сақтау, өздерінің зияткерлік құқықтарын қорғап қалу керек. Екінші жағынан сол шығарған өнімдерін сәйкес полигондар дейміз ғой, сондай зерттеу, қолдану, тестілеу, ең нәтижесінде олмыр 10 шешімнің ішінде біреу ғана ұтымды болуы мүмкін. Оған өкінішке орай бизнес қоса қаржыландырмаса, ол тек қана ғылыми ақшалар олар аз болады. Оның үстіне уақыт керек. Әрине, енді өйткені кейбіреулер оны мысалы қысқа мерзімде 2 айдың ішінде бітіруі мүмкін. Кейбір зерттеулер нақты сол өндірісте оның өзі енгізудің өзі 1 жылдан астам мүмкін. Мүмкін бізге сол өте алысқа бармай-ақ өзіміздің сол астық өндіретіндерге, дақылдардың сапасын арттыруға, мал өсірушілерге, асыл тұқымды малдың санын көбейтуге мән берген жөн шығар. Дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде негізгі ғылымның 2 бағыты бар ғой. Бұрыннан қалыптастырған дәстүр бар. Өзіміз ауыл шаруашылық бағытында жұмыс жасап жүрген ғалымдардың. Олар сол сұрыптау өткізеді, оның ішінде таңдайды, белгілі бір селекциядан өткізгеннен кейін өздерінің технология, техникалары бар. Ол жұмыстар қазір жұмыс жасап жатыр, болып та жатыр. Бірақ енді кең ауқымды сол дақылдармен қамтамасыз ету, мысалы, олардың сапасы, бірінші деңгейлі жаңағы өнімді алу үшін оған сәйкес күтім керек. Оның барлығы мына енді салалық ғылым дейміз ғой, соған көңіл аудару керек. Бізде қазіргі кезде өзіңіз білесіз, ғылым Қазақстанда енді өзі министрлікке тиесілі, ол негізі іргелі ғылымның басты сол бағыттары. Салалық ғылым, мысалы, медицина, агро бағыты, олардың бәрі басқа министрлікке де тиесілі. Олардың тарапынан да ақша бөлінеді, бірақ ол қосымша инфраструктурадан қажет етеді. Яғни инфраструктура болғаннан кейін ол тек қана лаборатория емес. Ол үшін жаңағы егілетін жерлердің өздерінің жаңағы деңгейін сақтап, сапасын сақтап отыру керек. Оған сәйкес тракторлар керек, оның бәрі қосымша қосалқы қаражатты қамтамасыз етеді. Ал оны тек қана ғылыми ақшамен ғана ұстап отыру ол мүмкін емес. Сондықтан қазіргі таңда мына бизнестің осы мына өзіміздің ауыл шаруашылығы бағытында жұмыс жасап жүрген кәсіпорындардың өздері, мысалы шаруа қожалықтарының өздерінің сұраныстары бар ғой. Мысалы жаңа дәндерді алу керек, оған оны қайтадан сәйкес бидайды сепкен кезде оның сақталу мерзімін бәрін ескеру керек қой. Енді іргелі ғылымға қарайтын болсақ, ол геномдық технологиялар. Яғни гендік түрлендіру, оған сәйкес ішіндегі жаңағы ДНК-сының қаншалықты бір керекті бір бағыттардағы өзгерту жолдарын сұрыптау, саралау, ол нақты іргелі зерттеулерге бағыттайды. Ондай зерттеулер бізде бар. Нәтижесінде керек болатын болса, жаңағы өздеріңіз көріп жүрген соңғы жылдары мына ауыл шаруашылығында қой болсын, өзіміз тазы, төбет, жылқы, осының бәрі қазіргі кезде гендік өзінің жаңағы сұрыптау паспорттарының бәрі алынып, сараланып, керек болса басылымдардың бәрі жарияланып, есептердің бәрі жасалып жатыр.
бір жағынан ол өзіміздің қазіргі таңда мәселен төбет таз деп айтатын болсақ, ол қазақи тұрғыдағы сол қанша жыл бойы осы жерде қалыптасқан өзінің гендік, генофондық жаңағы асыл тұқымын сақтап қалу жаңағы бағыттарына септігін тигізеді. Екінші жағынан қарайтын болсақ, енді кең ауқымды сол арпа бидай соның бәрін егуге келген кезде көбі сенімсіздік білдіреді. Ол үшін кәсіпорындардың өздері де жаңа шыққан генетиктердің түрлендіру нәтижесінде шыққан бидайдың өзі сапалық тұрғыда жаңағы сұрыптамадан өткізу керек қой. Тағы уақытқа талап етеді. Яғни жерге барып оны егу керек, оны көрсету керек, ол сенімділігін арттыру керек. Кейін қазіргі таңда ол егер нақты егістікке шығатын болса, дайын тұрған тұқымдарды алғысы келеді. Біздің ғалымдардікіне мерзім уақыт керек. Сынақтан өткен жоқ. Енді осыны мүмкін жүйелендіру керек шығар. Қазір өзіңіз айтып отырғандай, әр министрлікке қарайтын институттар бар. Басында ондай шағымдар да болды. Бір жерде болса, бір жерден қаржыландырылса деп. Осы мәселе қашан шешіледі енді? Негізі енді бір жерде жақтайтындар да бар, енді басқа көзқарастары бар адамдар бар. Көпшілігінде бір жерден қаржыландырғанның енді кейінтіне түбегейлі басқарушылық тұрғыдан саясатты анықтаудың бір оң жағы көздеуге болады. Яғни кейін қаражат бөлінеді, қаражат бөлінгеннен кейін жаңағы іргелі ғылымнан кейін жаңағы салалық ғылым деп. Бірақ өздеріңіз білесіздер, мына медицина болсын, немесе ауыл шаруашылығы, ол инфраструктураға байланған деп айтып тұрмын мен. Инфраструктура болғаннан кейін ол жерде таза ғылыммен қоса өндіріске жақын болу керек. Бізде ғылым министрлігі бізде өндірістен енді өзімізде ешқандай не жоқ қой. Бізде іргелі ғылымның инфраструктурасы бар, лабораториялар. Бірақ олар қаншалықты ертең ауыл шаруашылығының сұранысына жауап бере алады. Сондықтан өзі тиесілі салалық институттар бар ғой, мысалы бұрына қалыптасқан Алматы жақтағы жер мәселелерін зерттейтін, онан кейін ішіндегі әртүрлі мысалы Жақаев институттардың бәрі ол нақты өндіріске жақын болу керек, егістікке жақын болу керек. Осының барлығы мен ойлаймын, бір жағынан мына қазіргі кезде ауыл шаруашылығында болғанда дұрыс та шығар. Өйткені сол бағыттағы өндірісті қамтамасыз етіп, соған сәйкес тапсырысты орналаса, яғни ғылыми сүйемелдеу сол жағынан дұрыс та болады. Екінші жағынан қарайтын болсақ, ал енді іргелі ғылым, ол енді міндетті түрде бір жерден орталықтан бақылану керек. Енді өкінішке қарай көптеген сол жаңағы институттардың өз материалдық техникалық базасы әбден ескірген. Жаңа өзіңіз де айтып отырсыз, көзімізбен көрдік. Ол жерде ойлап табылған, жасалған дүниенің барлығы бәрібір өндіріске келгенде, болмаса іске келген кезде ол сәйкес келмей жатады. Енді осы материалдық базасын жаңғырту, оған қаржы бөлу мәселесі қашан? Енді қазіргі таңда ол бәрібір сол гранттық қаржыландыру, сол нысаналы қаржыландыру көздерінен тиесілі құрал жабдық алынып жатыр. Ал енді біздің ой бас кезінде осы заңнаманың шеңберінде жаңа грант түрлерін енгізбекші болғанбыз, тек қана құрал жабдықтарға жұмсайтындай. Өкінішке орай енді қазіргі таңда қолдау таппай отыр, өйткені оның өзі жалпы бюджеттік кодекске тікелей байланысты. Біздегі қазіргі өзі бюджеттік кодексте грант дегеннің өзі ол қысқа мерзімді жұмыстарды қаржыландыруға көздейді. Ал енді құрал жабдық деген ол инвестиция капитал дейміз ғой, нақты материалды техникалық базаға тікелей негізгі құрал жабдық болғаннан кейін оның есептеу жүйесі бөлек та. Сондықтан бюджеттік кодекске де өзгеріс енгізу керек. Содан кейін барып оны өзіміздің негізгі заңның ішінде жаңа сол қаржыландыру көздері пайда болады шығар. Ал енді бұл енді құрал жабдыққа келетін болсақ, жалпы Қазақстанда ондай құрал жабдықты қазіргі таңда әр институт өзі жеке-жеке алып жатыр. Бірақ көпшілігінде сол ғылыми зерттеулерді қамтамасыз ету үшін қосалқы жаңағы материалдар керек. Мысалы химиялық реактивтер, тағы басқалар. Солардың өзі келу мерзімі ұзарып кетті соңғы жылда. Сондықтан сәйкес президенттің бастамасымен, сәйкес тапсырмасына сәйкес үлкен ұлттық технологиялық ғылым және технология бағыты бойынша ұлттық кеңестің шеңберінде тапсырма алған болатынбыз. Мына мемлекеттік сатылымдар заңына сәйкес өзгерістер енгізілсін, сондықтан ғалымдарға қысқа мерзімде керекті құрал жабдықтармен қоса жаңағы материалды қамтамасыз ету. Ол оң шешім тапты, жаңағы депутаттар қолдады, жаңағы біздің заңмен қоса қол қойылды. Соның шеңберінде қазіргі таңда министрлік тарапынан жеке өзімізде ереже болады. Яғни келешекте сондай өзіміздің мемлекет тарапынан бөлінген гранттар шеңберінде болсын, немесе тікелей қаржыландыру болатын болса, сол мемлекеттік сатылымнан тыс жаңа ереже шеңберінде жүзеге асып, біздің ғалымдар
керекті нақты мысалы енді әлемдік деңгей заманауи құрал жабдықтарға алуға қол жеткізеді. Бұрында ол енді сіздер білесіздер ғой, қазір мемлекеттік сатылымда сіздер нақты өндірушінің атауын көрсете алмайтынсыздар. Сондықтан ол параметрлеріне сәйкес жан-жақтан әкелуі мүмкін. Қытайдан да келеді, басқа Үндістандан да келеді. Бізге мына жоғарғы деңгейлі зерттеулер жасаудың болса, спектрометрлер мысалы, олардың өзі нақты Японияда шығады, жаңағы Германияда шығады, оның бәрі тікелей сол өндірушілерден алу керек. Сол кезде ғана біздің зерттеу деңгейі де сәйкес соған көтеріледі, кейін бір тапсырыс алатын болсақ, мысалы өндірістен, соған сәйкес дұрыс қызмет көрсете аламыз. Алысқа бармай қояйық, сол сейсмология институтын жер сілкінген кезде еске аламыз да, құрал жабдықтар ескерген, неге дұрыс болжамайтынын айтып мәселе көтереміз, бірақ әлі күнге дейін материалдық жағдайлар жақсарған жоқ. Енді ол сейсмология институты негізі қазіргі таңда жаңағы басқа министрлікке тиесілі ғой. Оның шеңберінде біз іргелі ғылымға сәйкес қаржыны бөліп отырмыз қазіргі кезде. Іргелі ғылым деген енді сейсмологияда ол неден бар? Күнделікті жаңағы бақылаудан, соған сәйкес модельдерді сараптап, соған сәйкес бір керекті болжау жолдарын қамтамасыз ететіндей зерттейді. Бірақ нақты сіз айтып отырған жаңағы болған мезгілде немесе алдын ала осы қазір болады-ау деген болжау методологиясы қазіргі бүкіл әлемде де жоқ. Сондықтан оның әлі іздеу, мысалы Жапония болсын, басқа елдерде ондай іздеу қаражаттар бөлініп жатыр да. Бірақ бізге күнделікті керекті мынау бақылау жүйесіне сәйкес мониторинг дейміз ғой енді. Соған қысқа мерзімде қарапайым халыққа сол ақпаратты жеткізу, ол енді тікелей нақты ғылым емес ол. Ол көпшілігінде қолданбалы әкімшілік жұмыстарға жатады. Енді осы ғылыми жаңалықтар ашу, ғылымға бір жаңалық енгізу, ол ғалымдарға тікелей байланысты екен белгілі. Енді осы уақытқа дейін айтылды, жалпы біздің ғалымдардың орташа жасы 69 жас деп. Өзгерді ма бірдеңке? Әрине енді өзгерді. Бізде қазіргі кезде бұрында біз енді 22 мың деп айтып жүрдік қой, жас ғалымдардың саны. Қазір 23 мыңның үстінде. Енді ол көпшілігі сол как раз жастардың келгенінің арқасында. Екінші жағынан біз енді үлкен кісілерді болғанында қалаймыз, өйткені қанша дегенмен ғылыми мектептердің қалыптасуына олар тікелей септігін тигізеді. Қазақстанда осы енді ашық айту керек, ол жерде ғылыми мектептер көп емес қой. Совет заманынан келе жатқан геология бағыты бойынша болсын, немесе химия, биология, кез келген бағытты алатын болсақ, сол Сәтбаев құрған мектептерден бастап осы қай бағыттың ішінде қазіргі аға буындарының өздерінің айтарлықтай істеп жатқан жұмыстары да мол. Яғни олардың бізге қазір сәйкес ғылыми есептерді жастарға қоя біліп, соған сәйкес жастарды тартып, оған жағдай жасап, оларға бірге солармен қоса зерттеулер жасаудың ең бір оптимал тұрғысы сол. Ал енді тек қана жастар келіп ғылымды солар ғана жасайды дейтін болсақ, онда өкінішке орай ертең біз жаңағы сабақтастықты үзіп аламыз. Енді екінші жағынан қарайтын болсақ, мына қазіргі таңда бізде мемлекеттік тұрғыдан қосымша қолдау бар ғой. Мына тағылымдаманы өту керек. 500 жылда ғылыми тағылымдама өтуге жас ғалымдар, ол жерде қазір жас ғалымдар деп айта алмайды, жас ғалымдардың өздері де барсын деген ойымыз бар. Өйткені енді потенциалы бар ағаларымыздың өздері де бұрында ғылыми тағылымдаманы өтсе де қазіргі басқа жерден барып өтіп қайтсын, сол жерден сәйкес жаңа есептер алсын, соған жаңа методикалық жаңа әдістемелер үйреніп келсін дейді. Енді мына жерде мен айту керек, негізгі біздің Қазақстанда барып шетелден үйренетініміз ол есептің қойылымы емес көпшілігінде, зерттеу әдістемелері. Өйткені зерттеу әдістемелерінің өзі жаңармай, жаңа құрал жабдыққа тікелей байланысты. Біздің зерттеудің өзі таяз деңгейде келе болады. Өйткені тереңдеп зерттеу үшін жаңа құрылғы керек. Оның ішіне жаңа теориялар керек. Оның өзін қамтамасыз ету үшін, яғни басқа жаққа барып, солармен бірге қоса коллаборация деңгейде жұмыс істеп барып үйренбесе, оны өзіміздің деңгейдегі қазір бар әдістемелер жеткіліксіз болуы мүмкін. Сондықтан көбінесе шетелге барып келген жастарымыз бар, немесе өзіміздің қазіргі кезде аға буынның өздері осы Қазақстанда жетілдіріп отырған зерттеу әдістемелердің нәтижесі кейінгі таза ғылыми басылымдармен қоса жаңа инженерлі қолданбалы жобаларға келіп септігін тигізеді. Яғни жаңа композит материал. Оны енді бұрында мысалы сараптау алу жүйесі ерекше болатын болса, қазіргі таңда жаңа құрылғылар пайда болды, жаңа әдістер пайда болды. Оны яғни қысқа мерзімде шығарып, тек қана лаборатория емес, нақты өндіріске дейін апаратындай жолдарын табады. Ондай әдістемені қалай үйрету керек енді?
сұрақ содан туындайды ғой. Университет деңгейінде біз енді бакалавриат деңгейінде жалпы әдістерді ғана үйретіп үлгереміз. Кейін ол магистратурада шыңдалады, кейін PhD докторантураға алған тақырыпқа сәйкес оны арғатай дамытып, сол өзі қойылған жаңағы диссертациялық тақырыпқа сәйкес өңдеп жетілдіруге болады. Бірақ біз не көріп отырмыз? Өкінішке орай, мына бір алдағы тұрған тәсілді мені қысқа мерзімді үйренудің өзі бүкіл сол зерттеу группасының өзінің талабын бір оң бағытқа қойып қаржыландырумен қоса шетелге бәрін бірге жіберу керек сияқты. Өйткені біреу үйреніп келгеннен қысқа мерзімде жақсы нәтиже алу қиын. Біздің ойымызда сол керек болса институттың ішінде бірге сол лабораторияның жартысынан көбі сол бірге барып бірге үйренсін. Керек болса бір мезгілде 3-4 лабораторияға барсын. Қайтып келгеннен кейін сол үйренген білгендерін сол Қазақстанда өзіміздің жергілікті лабораторияның ішінде қысқа мерзімде қайталап, керекті жаңағы ғылыми нәтижелерді алып, өздерінің бұрынғы серіктестерімен бірге жақсы нәтижелерге жетеді. Бұл бірақ шетелге тағылымдамаға жіберу бір науқанға айналып кетпей ме? Санын толтыру керек екен деп, елдің бәрі қыдырып барып келіп. Олай емес. Осыдан міне 2 жылдан бұрын осы қазір ережелер өзгерді. Міндетті түрде 500-дің өзін қамтамасыз ету деген мақсат жоқ. Нақты осы ғылыми тағылымдамаға баратын енді көпшілік үміткерлердің басыма өздерінің бағдарламалары бар. Ол бағдарламалардың тереңдігіне байланысты дейді. Қаншалықты ол барғаннан кейін сол бір айдың ішінде, енді бір ай өте аз, енді 3 ай, 6 ай, 1 жылдың ішінде сол көрсетіліп отырған нәтижеге жеткізе алады. Енді таза инженерлі техникалық немесе іргелі зерттеу бағытында көп барсын десек, сол мен айтқандай құрал-жабдық мына жақта тең болу керек. Өйткені бұл анау айналық дейміз бе, енді зеркальный лаборатория дейміз. Егер барып сол жақта лабораторияларда сол эксперименттер жүзеге асырып, бірақ Қазақстанда келіп оны қайталамайса, онда үйренген білгендерін ол тез ұмытады. Соның кейін ертең қайта ана жаққа жүгіну керек. Сондықтан біздің мақсат мына биология бағыты бойынша, биотехнология бағыты бойынша кез келген сол орта, сол ғылыми орта қалыптасқан құрал-жабдық лабораторияласын бірдей қалыптастыру керек. Яғни үйреніп келетін болса, біздің биология бағытының ғалымдары бізде жап-жақсы дәстүрлер бар, өзіміздің түлектеріміз өздеріңіз білесіз, соның біреуі Дос Сарыбасов, Мұрат Сапарбаев, олардың бәрі әлем деңгейдегі лаборатория істеп жүр, істеп қайтты да кезек болса Қазақстанда істеп жатыр. Бірақ келгеннен кейін сол ғылыми жаңағы жұмыстарын жалғастыра алу керек. Дәл сол тағылымдамадан барып келген адамдар сондай. Сондықтан көпшілігінде енді соңғы кезеңде әлеуметтік бағыттағы ғалымдар көп барып жатқан шығар, өйткені ол жаққа барғаннан үйренгеннен кейін Қазақстаннан тезірек оны қайталап жүзеге асыруға болады. Бірақ мына іргелі зерттеу, инженерлік технология зерттеу ол енді үлкен қаражат талап етеді. Енді бізде бірақ университет қой, ол кісілердің мүмкіндігін жүзеге асыратын. Басқаларында да енді сондай ашылады деп ойлаймыз. Бұл енді студенттерімізді шетелге жіберіп, ол жақта алған білімін мына жақта жүзеге асыра алмай қалатын сондай жағдайға келмесе болды. Енді ол ғылыми үрдіс деген ол қысқа мерзімде қайталауды талап етеді ғой. Бірақ оның өзі сол енді шетелден тағылымдамадан өткісі келетіндер көп қой. Қандай шарттары бар? Қысқаша айтып өтсеңіз. Енді қазіргі таңда ол тілге байланысты. Өйткені ол жерге барғаннан кейін енді ағылшын тілінде сол өздерінің әріптестерімен талқылауды, дискуссиядан өте алмаса, өкінішке орай ертең үйренгені ол шамалы болады. Екіншіден, жаңағы мен айтқан бағдарламаның өзінде көрсетілген жаңағы негізгі есеп, енді ол төменде қайтып келгеннен кейін айту керек қой, мен мынандай мақала жаздым, мынандай деңгейде зерттеулер жасадым деп. Жай барып енді тыңдап қайттым деген әңгіме енді ол ғалымға кішкене қисынсыз болып келеді. Өйткені осы жақта да қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, керек болса онлайн арқылы талай профессорлардың лекцияларын тыңдауға болады. Бірақ сол мықты профессормен дискуссияға түсіп, тең дәрежелі деңгейде сонымен талқылаудың үстінде болу, ол енді мен ойлаймын кез келген ғалымның өзінің арманы. Ол деңгейге жеткізу үшін жаңағы тілдік мәселе, содан кейін бағдарлама, содан кейін өзі қазіргі қосқанға дейін қалыптасқан әлеует. Өйткені көпшілігінде егер мысалы мен өзіме математика жақын, математика бағыты алатын болсақ, Қазақстанда математика бағытындағы жасалып жатқан зерттеулер сәйкес біздің өзімізде қалыптасқан ғылыми жаңағы оқушыларымыз шетелге барып тең дәрежелі сөйлесуге біз осы жақтан өзіміз максимал тұрғыда қолдау көрсеткіміз келеді. Өйткені ана жаққа барып ол теореманы түсіну керек, ана жаққа барып ол ана модельдердің бәрін сараптама өткізе алу керек. Яғни осы жақтағы ғылыми мектептің өзі міндеті ол. Егер дайын емес баланы тағылымдамаға жіберіп ол жаққа барып тек қана ол тыңдап қайтатын болса, пікір талас, бірге зерттеуге қатыса алмаса, онда енді ол жалпы осы ғылыми мектептің өзінің бағасы ғой.
Сондықтан осы мен ойлаймын біздің соңғы кезеңдегі жаратылыстану бағытындағы керек болса ғалымдарымыз ортақ монографиялар жазады шетелдік ғалымдармен бірге, керек болса солардың бірден бір көрініс солармен бірге жаңағы әртүрлі жүлделерді алады. Мысалы сұраған дөп өткен кезінде өзінің шетелдік жаңағы тағылымдап өтіп жатқан кезде ғалымдармен бірге қосып соның нәтижесінде мықты ғылыми жаңағы жүлде ұтып алды. Сол сияқты әр бағыттарда болатын болса бізге біздің жастарымыздың немесе өзіміздің отандық ғалымдардың сол әлемдік ғылымға frontier science дейміз ғой, алдын қатар ғылымға қаншалықты өзінің үлесін қоса алатынын деңгейін көрсетеді. Мәселен, енді мына ядролық физика бағытына қарайық. Қазіргі таңда Қазақстанда ядролық физика бағыты бойынша негізгі оқыту орталықтары ол Қазақ ұлттық университеті, одан кейін Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Евразия ұлттық университеттері шәкәрімде болсын. Бірақ енді нақты зерттеу жасау сол бағытта ол бізде мына Алматыдағы Алатау жаңағы ауылында орналасқан ИЯФ ядролық физика институты, содан кейін мына ұлттық ядролық орталық Курчатовтағы. Енді біз осы соңғы жарты жылдықтың ішінде мына Ресейдегі Дубнаға бардық. Мен өзім Дубнада болдым, одан кейін Саясат Түрбекұлы Курчатов қалашығында болып, соған сәйкес зерттеулермен танысты. Содан кейін жақын арада мен Европада, Женевада, ЦЕРНда болдым. Яғни біздің Қазақстанның ядролық физика бағыты бойынша теоретикалық тұрғыдағы ізденістеріміз әлдеқайда жаңағы бәсекелестікке ие. Ал енді эксперименталдық тұрғыда қарайтын болсақ, енді көпшілігінде жаңа реакторлар керек. Оған сәйкес бір шетелдік өзінің жапондар мен Германия жаңағы орталықтардың өздері біздің мемлекет жаңағы орталықтар біздің өзіміздің отандық институттарға тапсырыс береді. Яғни мына композитті материалдар өздерінің реакторларын зерттеп көріңдер деп. Мәселен, Курчатовтағы институт алайық. 80% сол шетелдік тапсырыстың деңгейінде жұмыс жасайды. Яғни оның өзі эксперименталдық тұрғыда сұранысқа ие. Бірақ ол орнында тоқтап қалмау керек. Ары қаратай ол даму керек, ол құрал жабдықпен қамтамасыз ету керек. Ол әдеуір қымбат жаңағы құрылғылар. Сонымен риза болғаным, осы екі институтында қазіргі ғалымдары керек болса құрал жабдықты қалыптастыруға өздерінің бір конструкторлық шешімдері бар. Өздері сол схемаларын сызады, өздері сол шешімдерді керек болса қолмен жинайды оның бәрін. Тапсырыстар сәйкес енді шетелден алатын шығар бергі бөліктерін. Бірақ нақты керекті токамак болсын, жаңа реакторлық бір зерттеу шешімдері болатын болса, осының бәрі отандық ғалымдардың істеп жатқан жұмыстары. Әрине, бұл бағытта әлем деңгейде Ресей Федерациясы болсын, Европа болсын, жаңағы Америкада олардың өздері біздің ғалымдарды жақсы біледі. Өздерінің арасындағы жаңағы пікірталаста біздің ғалымдардың өздерінің үлесі бар, орны бар. Оны ашық айту керек. Ал енді теоретикалық тұрғыда керек болса, біздің қаншама ғалымдар өздерінің теоремаларын ашқан, модельдерін ашқан, ол қаншама жаңа физикалық ревью деген журналдары жарияланады. Дәл сондай биологияда да сондай, дәл сондай химияда да сондай, дәл сондай математикада, механикада сондай, географияда сондай. Бірақ енді біздің енді әлеуметтік тұрғыда қарайтын болсақ, күнделікті пайдаланатын мына ғылыми тұрғыдағы шешімдер дейміз ғой, мысалы, экономика бағытына алатын болсақ. Бұл жердегі шешімдер, жаңа мен айтқандай, ғылыми зерттеу әдістемелерге, заманауи әдістемелерге сүйену керек. Оның өзін үйрену үшін барған жаңа тағылымдармен өтіп жатқан ғалымдар соған дайын болу керек. Өйткені қалыптасқан мектеп бір бағытта болуы мүмкін, ал ана жаққа барғанда жаңа әдістеме, ол үшін өзі менталдық тұрғыда өзгеру керек қой. Мынаны мен мысалы жаңа behavioral economics деген бар, поведенческий экономика, оның өзі осыған дейін ғылым тұрғыда Қазақстанда қалыптаспаған. Енді алғашқы зерттеулер нәтижесін көріп отырмыз. Ол тікелей күнделікті біздің сауда-саттыққа өзінің әсерін тигізеді. Ол зерттеулерді кім қабылдап алады? Қай орталыққа шоғырландырамыз? Ол негізгі сұрақтар. Яғни шетелдік тағылымдамадан өтуге ең бірінші кедергі ол тілдік кедергі, одан кейін дайындық. Дайындық деңгейі. Түсінікті. Енді гранттарға келсек, ғалымдарға бөлінетін гранттар, қандай гранттар бар, қалай бөлінеді, кімдер алып жатыр, нәтижесі қандай? Енді ең кең ауқымда таралатын ол гранттық қаржыландыру. Ол мөлшері 50 миллион теңгеден жылына сол жаңа өзінің жобасын ұсынады. Әр ғалымға? Әр ғалым. Әр ғылыми топқа қойын. Ғылыми топқа бір сәйкес бір тақырыпқа беріледі. Ол жерде ынталы гранттар деп атаймыз, инициативный. Яғни ғылыми топ айтады, мен мынандай зерттеулер жасаймын. Мынандай ғылыми жаңағы бағыт бойынша деп. Ол жерде міндетті түрде ғылым докторы болу керек, ол жерде ғылыми дәреже болу керек. Оның сәйкес 40%-да, кемінде 40% жас ғалымдар болу керек. Сөйтіп біз жас ғалымдардан үлкен топтарға қосуға ынталандырамыз. Екінші жағынан, ол енді сараптамадан өту керек қой. Кез келген ғалым айтуы мүмкін, мен мынандай нәрсені жасаймын деп. Сондықтан сараптамадан өту үшін ол жаңа біздің өзіміздің ұлттық орталыққа барады. Ол жерде сараптама міндетті түрде 3
ғалым қарап бағасын береді. Оның ішінде міндетті түрде біреуі шетелдік. Сәйкесінше сол балдарды қойылғаннан кейін ол өзіміздің ұлттық ғылыми кеңестерге барады. Ұлттық ғылыми кеңестерді шешім қабылдаушы сол бәрі сол ғалымдар. Бірақ ғалымдар болғаннан кейін оның ішінде өздерінің қазіргі кезде жетістіктері бар, басылымдары сәйкес дұрыс деңгейде айқындалған ғалымдар. Өйткені көбінің көпшілігінде естіп жататын шығарсыз, ғылыми басылымдарды өзі қол жеткізуді оңай емес. Соның ішінде шынайы, таза ғылыми нәтижеге жеткен ғылыми жаңағы ғалымдар біріктіріп сол жерде шешім қабылдатамыз. Ол ашық түрде тікелей эфирде жүзеге асады. Нәтижесінде жаңағы экспертизадан өткен балы бар. Содан кейін ұлттық кеңестің қойған балымен бірге қосылады да жаңағы ортақ тізім шығады. Оның ішінде қайсысы жоғары балдан бастап кеміп ең төменгісіне дейді. Нәтижесінде сол алған балдың шеңберінде мысалы берілген сол бағытқа берілген ақшаның шеңберінде қаншама грант ілінеді, сөйтіп сол соңғы меже айқындалады. Мысалы 120 грант, 120 жоба түсіп, бірақ ақша тек қана 61-не жететін болса, сол 61-ші соңғы төменгі балмен өтеді. Нәтижесінде кейбіреулер бүйтіп айтуы мүмкін, менің ғылыми зерттеуім басқаларға қарағанда ерекшелігі бар деп. Бірақ бұл жерде енді бұл субъективті тұрғы ғой енді. Мәселен, тек қана математиктерді ғана баға беріп, оның нәтижесінде соларды ғана дұрыс деп дейтін болса, онда бір ғылыми мектептің ғана адамдар ота беруші еді. Сондықтан жаңағы комиссияның ішінде әртүрлі саланың мамандар отырады. Содан кейін жаңағы шетелдік ғалымдарды біз тартқан кезде, ол енді жасырын экспертиза ғой. Сәйкесінше дұрыс объектив тұрғыда баға қойылады деп ойлаймыз. Ол жерде ешқандай жемқорлыққа, сыбайластыққа қатысы жоқ. Өйткені ол кез келген айтады, мына ғылыми нәтиже мынандай оң жетістіктеріне сенеміз. Өйткені ол жерде өздерінің жоспарын айтады ғой. Ол кейбіреулерінде мына енді ғалымдардың бәрі кейін ертең естиді ғой. Негізі жобаны дайындаған кезде көпшілігі енді уже тәжірибесі бар ғалымдар алдын ала жұмысты істеп қояды оның көпшілігінде. Содан кейін сол нәтижесінде не болатыны, ұтымды қандай жетістіктерге жете алатынын айқындап тұрып жазады. Нәтижесінде кейін сараптама жасаған кезде сараптамашыға ол нақты түсінікті. Мынандай жаңағы жасаған жұмысы бар екен ғой. Ол жайдан жай нөлден жасалмаған, енді біз ғылыми задел дейміз оны. Осыған бар нәтижесінде қол жеткізе алады деген сенімділігі артады да, соған балл үлкен болады. Екіншіден, міндетті түрде сараптама жасаған кезде сол ғылыми жаңағы нәтиженің басқа Қазақстан деңгейінде болсын, әлем деңгейінде орнын көрсету керек. Өйткені біз енді бір белгілі бір композит материал алатын болсақ, оны басқа жақта уже баяғыда біреулер Қытайда 10 жыл орын алып қоятын болса, соларға қарағанда біздің ерекшелігіміз қандай? Мысалы Қытайдың жаңағы ғалымы сараптама жасайтын болса, айтады, бізде бар ғой бұл деп. Эксклюзивті болу керек. Эксклюзивті болу керек. Содан кейін міндетті түрде соның бір керекті болса қосымша қасиеттерін зерттеу керек. Ол айтады, мысалы Қытайда шықса да ол, оның мынандай қасиеттері зерттелген, оның нәтижесі біз мынандай қасиеттерін зерттейміз. Нәтижесінде ол жалпы осы ғылымға үлесі осындай болады деп айқын айтпаса, бір жерін жасырып қалатын болса, сыртқы сараптаушы оны біліп қойып, ертең бәрі төмен баға қояды. Сосын осы грантқа бір адамдар қатыса бере ме, әлде жоқ, ол жерде талап бар. Міндетті түрде бір адам екі ғылыми жобаға тапсырыс беріледі. Енді ол екі ғылыми жоба болғаннан кейін бәрі ұтады деген ой жоқ қой жерде. Өзде жаңа мен айтқандай балдар қосылғаннан кейін жаңағы тізімге кірмеуі де қалуы мүмкін. Енді екінші жағынан қарайтын болсақ, үлкен көлемді зерттеулер. Ол нысаналы қаржыландыру дейміз. Оны негізі мемлекеттік министрлік тарапынан тапсырыс беріледі. Мәселен, қазіргі таңда бізде мысалы су тапшылығын соған сәйкес мәселе зерттеу. Қазақстанда бұл бағытта зерттеуді біршама жаңағы ғылыми мекемелер жүзеге асырады. Енді олардың бәріне жеке-жеке әрбіріне 50 миллион теңге бергенше, солардың бәрі ортақ шешімге келу үшін 300 миллион берейік. Бірақ консорциум жасаңдар деп айтамыз біз. Бір-бірін бірігіңдер, соның ішінде керекті оңтайлы шешім тұсыңдар. Бәрін зерттеп жатқан бір нәрсе. Бір нәрсе. Өйткені мемлекетке шешім табу керек қой. Сондай тапсырыс береміз де, оны жаңағы жоғарғы ғылыми техникалық кеңеске сол тапсырыстардың атауларын алып шығып бір қабат бекітіп аламыз, кейін соған конкурс жариялаймыз да, соған жаңағы консорциумдық жаңағы ұйымдар қатысады. Енді дәл солай біз мегагранттарды сөйтіп жариялай бастадық. Оның шеңберінде мына Каспий мәселелері, ауыл шаруашылығы бағыттары бойынша, содан кейін жасанды интеллект, одан кейін әлеуметтік мәселелерді зерттеуге біз консорциумды құрған кезде міндетті түрде жергілікті атқарушы органдарды қосу керек. Өйткені мысалы Каспий өңірін зерттейтін болса, тек қана әлеуметтік тұрғыда емес, сол жерде қатысып отырған жергілікті атқарушы органдардың қатысуы да керек қой. Бір, екіншіден мына консорциумның ішінде университеттер
плюс институттар болса деп ойлаймыз. Өйткені университеттер бәрібір келешекте біз енді философиялық тұрғыда ғылым, университеттік ғылымды қолдап жатырмыз ғой. Соның шеңберінде қалыптасатын технопарктер, инженерлік орталықтардың барлығы келешекте қоса маман даярлауға да керек болып тұр ол. Өйткені енді мына Гумбольдтың принципін қарайтын болсақ, зерттеу жасаумен қатар оқытып үйрету керек. Оқытып үйретумен қатар зерттеу жасау керек. Сонда біз тең дәрежелі бір жақсы жетістікке қол жеткіземіз. Яғни шынайы ғылыми ізденістерге жүгінген білім, ілім сәйкес кейін лекцияларға баратын болса, сол лаборатория пайдаланатын болса, мамандар даярлауға да ол яғни таза өзінің оң септігін тигізеді ғой. Екінші жағынан технопарк болсын, инженерлік орталықтарды қалыптастыратын болсақ, ол жергілікті кәсіпорындарды тарту керек. Өйткені технопарк болғаннан кейін, жаңа мегагранттың шеңберінде қазіргі таңда Қазақстанда 4 технопарк, инженерлік орталықтар қалыптасуда. Соның шеңберінде бизнеске қоса қаржыландыру, соларды тарту жолдары көзделеді. Яғни ертең технопарк болғаннан кейін өзі ғылыми зерттеулердің өздері іргелік тұрғыдан нақты өндіріске жақын зерттеулерді компаниялармен бірге сол жаңа полигон дейміз орталықтарда қоса жетілдіру мақсат көзделген. Нәтижесінде компания айтып мүмкін, маған сіздерде мысалы белгілі бір университеттің ішіндегі зерттеулер қызығушылық білдіріп отыратынбыз, соларды тартып технопарк шеңберінде керекті бір басқа бір пилоттық деңгейде бір өнімді алатын болса, соны қысқа мерзімде өзінің өндірісіне пайдаланылады. Жалпы идея сода. Ал егер оны ертең толыққан өзі қолдап, оны керек болса роялти немесе жаңағы патент сатып аламын десе, ол тікелей сол технопарк шеңберлерінде офис коммерциализация дейміз, солар көмектесіп ғалымдар мен кәсіпорынның арасында бірлесуіне қолғабыс жасаймыз. Енді тағы бір соңғы мәселелер бұл жерде. Енді соңғы жылдары біз осы ұзақ мерзімді қаржыландыру көздерін ойластырып жүрміз. Ол не үшін керек? Мәселен, 3 жыл сайын қаржыландыратын ізденістер бәрібір келесі 3 жылдың ішінде жалғасу керек. Мәселен, мына астрономия. Бізде Қазақстанда қазғарыш болсын, тағы басқа мекемелердің ішінде өздерінің тиесілі институттар бар. Мысалы, Институт астрофизики, Фисиков атындағы. Енді ол енді жұлдыздарды бақылайды. Әлемдік жаңағы зерттеу жүйелерінде қалыптасып бірлескен. Енді оны биыл тек қана 3 жылға беріп қойып, 3 жылдан кейін бермей қоя алмайсыз ғой. Сондықтан бұл жерде жылдан жылға жалғасатын, жаңа сейсмология бағыты дейміз, ол бақылау жұмыстарына, мониторинг жұмыстарға жақын болатын болса, оны қаржыландыру мерзімді ұзартуға болушы еді. Мысалы 5 жылға дейін, 10 жылға дейін деп. Бірақ қазіргі таңда ол мәселеде жаңа бюджеттік кодекске байланысты шешілу жолдары көздеп отырмыз. Соны енді биылғы алда қойған мақсаттардың бірі сондай ұзақ мерзімді, жаңа өзіңіз айтқан дақылдардың жаңа себебі оның қорын қалыптастыру, ол 1 жылдың ішінде қалыптаспайды, оған 5 жылдай уақыт керек. Осының бәрі алда тұрған мақсат. Енді осы гранттарды бөлетін комиссияларға қатысты да шағымдар болып еді. Комиссияның құрамындағы адамдар және олардың шығарған шешімдері бір жақты болады деп, осы мәселе шешілді ме? Енді кез келген комиссия ол енді ішіндегі мүшелеріне байланысты қандай талап қойсыз. Бірден бір қойылатын талап қазіргі кезде ол өздерінің қазіргі ғылыми басылымдары бар ма, өзекті ме? Соңғы 5 жылдың ішінде мысалы H индекс деген бар, индексті теориясында қаншалықты өздерінің зерттеулерінің басқа ғалымдардың қызығушылығын арттырады. Соған сәйкес сілтемелер жасалады ма? Соған қарап бағаланады. Ол тек қана біздің қалыптасқан жүйе емес, ол әлемдік. Соған сәйкес өзі H индекс, Info-Factor журналы, қай журналдардың үлесі бар, соған сәйкес жарияланымдар болатын болса, сол ғалымдарды кіргізуге тырысамыз. Ол міндетті бірінші талап. Екіншісі, енді біз енді көп ғалымдар бір-бірімен байланысқанын білеміз ғой. Бір ғылыми топтан бірнеше жаңағы мүшелер кірмесе деп ойдамыз. Өйткені тек қана бір бағытты қамтитын болсақ, ертең сол бағыт қана қаржыландыру. Сондықтан әр ғылыми мектептен бір-бір өкіл болса деген. Оның үстіне өңірлерге де байланысты. Өңірлерге байланысты, содан кейін жаңағы ғылыми мекемелерге байланысты. Осының бәрін сараптамадан өткіземіз. Соңғы енді өздеріңіз байқап отырған шығарсыздар, қабылданған шешімде ұтқан ғалымдар енді олар айтады, о бәрі жақсы, дұрыс объектив түрде өтті дейді. Ұтпай қалған адамдар айтады, о қой мына жерде сыңдар бар деп. Сол үшін бұл жерде қойылатын талаптармен қоса мына этика бағытына да көңіл аударамыз. Қазіргі таңда өзі мүшелердің жаңағы ғылыми кеңестердің өзі этикалық кодексі бар.
биыл осы мына жаңа заңнаманың шеңберінде ол көзделген. Әрбір мекеменің, ғылыми мекеменің ішінде өзінің біздің министрлік қалыптастырған типтік ғылыми этикаға көңіл аударатын құжат болады. Соған сәйкес ары қарай соған көңіл аудару керек. Өйткені шешім қабылдаған кезде ол енді бір жағынан өзінің ғылыми қауымдастықтың өкілі болып тұр ғой енді. Сол ғылыми мектептің өкілі. Жарайды, осы жолы кіріп отыр. Соған шешім, егер дұрыс шешім қабылдайтын болса, енді таза, ашық тұрғыда талқыланатын болса, ертең оған басқа ғалымдардың көзқарастары айтады. Мына жерде біз сенеміз. Өйткені әр ғалым өзінің бір жерде жетпей тұрғанын біледі ол. Сараптама өткізген кезде біз енді сараптаманы қолдарына береміз ғой. Біздің сараптамашылар жазылатын өздерінің сындары болады, мына жерде мынау жетіспейді деп. Оны ол біледі де, келесі жолы дұрыс қабылдап, көп ғалымдар ана жерден қосып, келесі жолы қайтадан береді ол тапсырысқа. Сол заявкаларын. Неге? Өйткені ол нормальный реакция. Қазіргі таңда өзі мысалы ғылыми басылымдарға да мақаланы жіберетін болсаңыздар, ол жерде сын пікірді айтады. Ол әр мақаланы бір күннің ішінде қабылдамайды ғой. Мен білемін, кейбір мақалалар жылдап жатады. Оны бірнеше сараптама өткізгеннен кейін сіз енді ревью жазғаннан кезде ол жерде айтады ғой, мынандай мына жерде формула жеткізбейді, сондықтан мынандай қосымша дәлелдеп берсең, неге мысалы сіздердің зерттеулеріңіздің ішінде мынандай жетістікке жеткізіңіздер, салыстырма қайда деп. Ол нормальный ұсыныс, оны кез келген ғалым дұрыс қабылдау керек. Дәл сол сияқты да қазір сондай жағдай. Егер ұсынысты объективті тұрғыда жазылса, кез келген ғалым білет қай жерінен бала алмай қалғанды, қаншалықты өзінің жаңағы келесі жолы жетілдіріп, соны қайтадан беруінің мүмкіншілігі бар. Түсінікті. Енді бұл жерде комиссия әділ шешім шығарды дейік, грант ұтып алды дейік, нәтижені кім бағалайды? Бұл жерде қосымша жаңа мониторинг болады ғой. Оның жаңа біздің өзіміздің ұлттық сараптама орталығы комиссия жібереді. Соның жылда берілген жаңа есеп нәтижесіне сол қайтадан ғылыми кеңесте талқыланады. Алдындағы айқындалған календарлық жоспар бойынша енді ол жетті ме, ол ондай өзінің айтылған нәтижелеріне жетпеді ме, кейбір кезде әртүрлі жағдай болады. Мысалы енді ковид кезінде құрал жабдықтардың бәрі белгілі бір мезгілде жете алмады. Сондықтан көпшілігінде ол енді ашық айту керек. Мен мынандай құрал жабдықты келеді деп ойлап едім. Өкінішке орай әртүрлі форс-мажорлық жағдай бойынша келе алмады. Сондықтан зерттеулерім мынандай деңгейге, айқындалған деңгейге қол жеткізбедім деп. Егер сөйтіп айтылып, сұраныс жасап, қосымша уақыт беретін болса, ғылыми кеңес оны талқылап айтады. Дұрыс айтады, мына жерде бәріміз білеміз ғой, бәрі ортақ жағдай. Сондықтан қосымша мүмкіншілік берейік деп, оғандай ұсыныстарды мақұлдап жататындай кезеңдер бар. Бірақ енді ешқандай уәж жоқ. Бірақ жетістікке жете алмаса, айтылған жаңағы жоспарға сәйкес келмейтін болса, енді ол жаңағы ғылыми жобаны тоқтатудың да шешімдер қабылданады. Қаржыны қайтадан мемлекетке қайтарып береді. Ондай жағдайлар болды. Болды енді, әрине жылдың аяғында сол сараптаманы өткізеді ғой. Сол үшін мына қараша және желтоқсан айында өтетін соңғы ұлттық кеңестердің енді талқылаулары қызу өтеді. Өйткені ол жерде нақты айтылған өздері өз мойнына алынған жұмыстар жүзеге асыра алмайтын болса, енді ол өзін алдаған бір жағынан, екінші жағынан мемлекеттік қаржы ғой. Енді осы ғалымдарға, біздің отандық ғалымдарға осы гранттардан бөлек басқа қандай көмек көрсетіліп жатыр? Жалақысына қатысты айтсақ, жалақылар көтерілді ма? Енді ең бір енді жақсы хабар естіген шығарсыздар жақын арада. Ол мына ғылыми дәрежемен қоса ғылыми атақтарға да 50 айлық жаңа есеп көрсеткішіне сәйкес қосымша төлемақы төленетін болды. 50 дегеніміз ол енді профессор болатын болса, енді доцент болатын болса, оған кішкене сәл төмендеу, тағы басқа деген сияқты. Ол не үшін керек? Қазіргі таңда ғылыми дәрежені алу ол бір-ақ дәрежеге айналды. Ол бізде PhD дәрежесі. PhD дәрежені 3 жыл оқиды, 3 жылдан кейін тағы бір уақыт бөледі, соған сәйкес PhD диссертациясын қорғайды. Енді ғалым ретінде қалыптасу жолы басталды дейік. Диссертациясы бар. Кейін көпшілігінде көбі сабақ беруге кетіп қалады. Сондықтан біз қазіргі кезде постдокторантуралық гранттарды береміз. Яғни ары қарай сол жұмысын жалғастырсын. Докторлық қорғағаннан кейін 3 ай болсын, 3 жыл болсын, тағы уақытта жалғастырып, мүмкін осы ғылыми жетістігін ары қарай жақсы деңгейге жеткізіп, әлем деңгейінде ғылыми жаңалық ашатын шығар. Ал егер оны тоқтатып қоятын болсақ, онда ол ертең сол қол жеткізе алмай қалады, тастап кетуі мүмкін. Сондықтан біз айтамыз, сен ғылыми жұмысын жалғастыр. Соған сәйкес грант ұт. Грант ұтқаннан кейін ол енді біршама басылымдар жасайды, тағы нетеді. Осығанға дейін ғылыми атақты алу бұрынғы кезеңде кішкене жылдамырақ еді. Қазіргі ғылыми атақты алу оңай емес. Ол үшін сәйкес тағы қосымша 5-6 жыл жұмыс жасау керек. Яғни біздің беріп отырған мүмкіншілігіміз сол ғылыми атақты алуға ынталандыру.
яғни ары қаратай ғылыми дәрежемен қоса ол жаңағы қауымдастырылған профессор дейміз, доцент, соған бір қадам жұмыс жасайтын болса, ғылыми ізденісте тереңдейді, соған сәйкес шешіп отырған мәселелерді ары қаратай ілгері түседі. Ал енді одан кейін ары қаратай мысалы доцент алып алғаннан кейін профессор алу, оның өзі оншалықты жыл жұмыс талап етеді. Сондықтан кейбіреулері жаңағы профессорлық доцент алып алғаннан кейін сабақ беруге барады, содан кейін белгілі мезгілде қайтадан қайтып жаңағы оқулықтар жазады, тағы басқа тереңдеу қоса жаңағы лабораториялар жұмыс жасайды. Осының өзі қолдау болу керек. Тек қана ғылыми дәрежеге ғана емес, ғылыми атақтың өзін ынталандыру керек. Сондықтан президент қолдап, қазіргі таңда осы мына сәйкес қаржы министрлігімен жұмыс жасаудамыз. Соны біз ойлаймыз, осы мына жаңа оқу жылдан бастап сол төлемақы ала бастайды деген ойдамыз. Нәтижесінде біздің ғалымдар сол профессорлық, доценттік деңгейге қоса қаржыландыру болады. Бірінші қыркүйектен бастап, иә? Бірінші қыркүйектен. Ал енді жас ғалымның табысы қанша қазір? Енді ол әртүрлі ғылыми бағыттарға тәуелді. Мәселен, енді мына инженер техникалық бағыттар болатын болса, өзі кішкене сәл көбірек. Қанша? Жоба 120-150 мыңнан басталады ол. Теңге. Иә, теңгеден. Оның өзі жаман емес ақша деп ойлаймыз. Өйткені енді бізде қазір өзі білесіз ғой, PhD докторанттың өзінің жаңа стипендиясының өзі 180 мың теңге ғой. Яғни ол 180 мың теңгені PhD докторант ретінде алып қорғап алғаннан кейін, яғни ғылыми дәрежесіне сәйкес ол 250 мыңға дейін ала алады. 200-250 мың теңгеден алады. Ал енді ғылыми дәрежесі жоқ болса, бірақ енді әлі PhD докторантура оқымаса, ғылыми ізденісте мысалы анау біз ол енді МНС дейміз, младший научный сотрудниктер. Олар біртінде жұмысқа кіру үшін оның енді бәсекелестік бағасы, жалақысы болу керек қой. Сондықтан дәл мен білетін ғалымдардың өздері сол 120 мың береді. Ал енді кейбір бағыттарда енді кез келген ғылыми мектеп енді белсенді жұмыс жасауына енді екі талай ғой. Сондықтан кейбір бағыттарда сәл төмендеу болуы мүмкін. Ол қаншалықты сол ғылыми топтың өзі гранттың жаңағы гранттарды ұта алады, соған сәйкес мықты жаңағы тапсырыстарды әкеле алады, тікелей өндірістен болсын, жан-жақта сол. Енді естуімше сол грант бәрін қосқанда 1,5 миллион теңгеге дейін жалақы алып жүрген ғалымдар бар дейді. Бар. Олардың көпшілігі жаңағы өздері лаборатория жетекші болып істеп жүрсе, қоса соған жаңағы біз енді осы 2 жылдан бастап, бұрын бастап осы тікелей базалық қаржыландыру дейміз ғой. Соның шеңберінде жетекші ғалымдарға тікелей төлемдерді көздегенбіз. Соның нәтижесінде лабораторияларда қазір тұрақты тұрғыда төлемақы алынады. Соған қоса ғылыми гранттарды ұтатын болса, соған жаңа сіз айтқандай, ғылыми гранттардың шеңберінде алатын жалақылардың бәрі қосарланып, сәйкес сол 1,5 миллионға дейін жеткізеді. Енді әлеуметтік жағынан қолдауға келсек, ғалымдарға қазір баспана беріле бастады, енді негізгі әлеуметтік қолдау сол баспана ғой. Бірақ оның өзінде де біраз шу болды. Неге барлық ғалымдарға бірдей берілмейді? Жас ғалымдарға ғана беріліп жатыр қазір, неге бәріне бірдей берілмейді, неге ала алайды деген шу болды. Бұл жерде енді мына көңіл аудару керек. Енді кез келген ғалым, ол енді біз өзіміздің қоғамның бір бөлігі ғой. Біреуден ерекшелендіретін болсақ, жалпы сұрақтар міндетті түрде туындайды. Сондықтан жалпы соңғы жылдарға ғылымға көңіл аудару, осыған байланысты президенттің өзінің тікелей қолдауының арқасында осы ғалымдарға осы мына бағдарламалар ашылып, отбасы банк арқылы жастарға сондай жаңа бағдарламалардың шеңберінде оңтайлы бір жағдайлар жасап шарттардың жеңілдету, оның өзі мемлекеттің өзі тікелей қолдауының арқасында болып жатыр. Ал енді басқа да жастарға, жалпы жастарға беретін көңіл, ол мысалы жергілікті атқарушы органдар оны жүзеге асырады. Мысалы Алматы жастары деген бағдарлама баяғыдан бар ол. Кезінде сол бойынша қаншама жастар сол бойынша үйді, пәтерді алған. Бірақ енді ол әр жергілікті органда бірдей емес ол. Ал енді біздің тұрғыда қазір көздеп отырғанымыз, ғылымда қалып сәйкес өзінің болашағын сол тікелей ғылыми ізденістермен бірлестіру үшін оның сенімділігін сол жаңағы ерте мерзімде қамтамасыз ету керек. Яғни бакалаврды бітіргеннен кейін, магистратураны бітірген, PhD оқып, соған сәйкес дәрежесін алып, ғылымға 4-5 жыл уақытын жібергеннен кейін шынайы енді бейім болатын болса сол ғылымға қалып соған жұмыс жасайтын ғалымдарға үй беру, ол мен ойлаймын мемлекеттің өзінің тікелей міндеті. Өйткені ондай индивидуалды деңгейде жұмыс жасау үшін соған сәйкес бүкіл уақытын бөліп сол лабораторияда зерттеулердің бәрін қамтамасыз ету үшін ол енді басқа жерден бір сауда-саттық арқылы ақша таба алмайды ол. Сондықтан қаржыландырумен қоса жаңағы өзінің төлемақысы,
күнделікті алып отырған жалақысына сәйкес жаңағы қоса жеңілдетілген бағдарламалар, тікелей жаңағы жергілікті атқарушы органдармен керек болса спонсорлардың деңгейінде өйтіп қолдау кез келген мемлекетте бар. Ал енді қаншалықты ол түбегейлі жүйелік тұрғыда шешу үшін осының заңның ішінде сондай тетіктер көзделген. Яғни келешекте енді біздің ойымыз енді сондай бір бағдарламаны жүйелік тұрғыда бөліп шығару. Өйткені мемлекет тарапынан енді ақша бәріне жете бермейді ғой. Сондықтан әртүрлі санаттағы біздің өзіміздің жаңағы адамдардың өздері де сұраныстары арта беруі мүмкін. Бірақ ғылымға енді қолдау көрсеткені мемлекеттің өзі, мен ойлаймын, жалпы болашаққа көзқарасты көрсетеді. Бұл енді баспана мен жалақыдан басқа қандай басқа әлеуметтік пакет бар? Енді ол жерде соның өзі, мен ойлаймын, қазір енді болған өзі жеткілікті ғой енді. Кейінтіні қалғандардың барлығы медицина болсын, оның бәрі қарапайым халықпен бірдей деңгейде алады. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, көптеген жас ғалымдардың көбі, жалпы ғалымдар университеттерге сабақ беруге, сол жақтан табыс табуға кетіп жатыр деп. Университеттік ғылым қалай дамып жатыр қазір? Енді біздің қабылданған тұжырымдамаға сәйкес, ол жерде университеттің ғылымы негізі екі бағытқа бөлінеді ғой жерде. Біріншісі, сабақ беріп жүрген ұстаздар көпшілігі ғылыммен айналысқысы келмеуі мүмкін. Өйткені сабақ берілгеннен кейін ол жерде кесте берілген, дәріс уақыты бар, оның сәйкес сабағын береді, үйіне қайта береді. Өйткені ғылыми ізденіс жасау үшін оны қоса лабораторияға бару керек. Сонымен жаңағы семинарларға қатысу керек, солармен бірге қоса уақытын бөлу керек. Яғни біз енді ол жерде біреуді айыптау емес, ол өзінің таңдауы. Шетелде де бар, тек қана лекчер профессор, тек қана лекция беріп, сабақ беріп, дәріс беріп, оның өзі шыңдалып жақсы жаңағы методолог болып, жақсы бір дәріс беруші болатын болса, оның өзі плюс ол. Өйткені мамандар, жастарды дайындау керек қой. Ал енді ғылыми жұмысқа қоса дәріс берумен қатар, сабақ берумен қатар ғылыми жұмысқа барғысы келіп, лабораторияда кешке жақын қалып жұмыс жасайтын ғалымдарға сәйкес университеттердің ішінде лабораториялар қамтамасыз ету басталды. Дәл сол ғылыми қаржыландыру болсын, немесе өздерінің ішкі оқу гранттарының шеңберінде болсын. Өйткені жаңа мен айтқандай, лабораторияны қамтамасыз етудің арқасында кейін сабақ беру тәсілдері де сапасы өседі. Егер сіз ғылымға бағытталған жаңағы лабораториялар болатын болса, керек кезінде сол студенттер мен магистранттардың өздерін соған сабақты оқытуға пайдалануға болады. Нәтижесінде жас студент бакалаврларды өздерін өздері көреді. Менің ағаларым өздері осындай деңгейде мықты зерттеулер жасайды екен ғой. Лабораторияның шынайы мынандай күрделі құрал-жабдықтың негізінде жұмыс жасауды үйрену керек екен ғой. Болашақ өзінің траекториясын көреді. Ғалым ретінде траекториясын көре біледі. Ал егер біз оны тек қана оқыту лабораториясына апара беретін болсақ, ол жерде енді тақта, одан кейін жаңағы оңай желпі жаңағы бір құрал-жабдық болатын болса, ол ойлайды, осымен оқуым бітті деп. Бірақ қазір өндіріс күрделенді. Мысалы, ертең жасанды интеллект барады, таза үлкен машинамен қамтамасыз ету жаңағы жүйелерін енгізеді. Оны енді ол робот көрмесе, оны қалай жұмыс жасайды? Оны басқару жүйелерімен таныспаса, оны тек қана лабораториялық полигондарға жүзеге асырады. Оның ғалымдар оны жабдықтап, оны сәйкес оқытып, теориялық тұрғыдан емес, нақты сондай қысқа мерзімді зерттеулерге де баулу керек. Біз оны былай атаймыз, ROS деп атаймыз, Research Oriented Study. Ғылыми зерттеуге баулумен қатар оқыту деген сөз. Ол ең түбегейлі зерттеу университеттерге тән тәсіл жаңағы механизм. Шетелде ол кең ауқымда пайдаланады. Қысқа бірінші курстан бастап келгеннен бастап жаңағы тақырыптар берілген. Оны енді бізде де кезінде ондай тақырыптар алдық қой. Бірақ қаншалықты ол керек тақырып. Мәселен, енді мен білетін университеттер былай береді, мысалы, Астана қаласында керекті мәселелерді зерттеу. Оны мысалы кез келген тарихшыға болсын, немесе экономистке болсын, мәселелер көп қой Астана қаласында сәйкес. Дәл сол сияқты кез келген өзі жергілікті өзінің тұрып жатқан жеріне де сәйкес тақырыптарды құрастыруға болады. Содан басталған кезінде. Негізі енді өзі Европаға қарайтын болсаңыз, университеттердің бәрі сол қалалардың аттарымен бірге, мысалы Страсбург университеті. Бірінші мезгілде сол Страсбург қаласына керекті мәселелерді шешуге бағытталады оны. Оны мына студент кезеңнен бастап сол мәселелермен таныстырып, оның шешу жолдарымен айқындап, керек болса сол жаңағы практика тәжірибеге өтуге сол қаланың жаңағы кәсіпорындарына баратын болса, сонда өзінің үлесін қоса бастайды ғой. Екінші жағынан мына креативті ізденіс, инновация дейміз.
сол тұрғыдан қарайтын болсақ, инновацияның өзі таза ғылыми жетістікке, ғылыми зерттеуге сүйенсе, оның ықпалы да үлесі де зор. Ал енді инновацияның түр-түрісі бар. Мәселен, бір белгілі бір ортаны безендіру, оған сәйкес бір оңтайлы бір орындықтағы бір шешімдер табатын болса, ол тұрғындарға қызықты болуы мүмкін. Бірақ егер экологиялық тұрғыда талаптар қоятын болса, оны студент таба алмайды. Оны студент пен профессор бірлесіп зерттеп отырып, зертханада іздеп табады. Значит, тапсырысты алады, бірге келеді, сабақтың деңгейінде жаңа тапсырманың шеңберінде ол өзінің жаңа зерттеу, өзінің жоспарын жазып бергеннен кейін, ол студент қоса сабақтан кейін лабораториялық сөз зерттеуін жалғастырады. Біздің өндірістік аймақтардағы университеттер қазір осыны енгізіп жатыр. Өйткені көпшілігінде біз сол пилоттық деңгейде алғашқы 5 университеттерді осыдан 2 жыл бұрын бастаған болатынбыз. Көпшілігінде зерттеу университеттерінің бәрі соған бағытталған. Қай университет, қай өңірде? Мысалы, мына өзіміздің Көкшетау университеті. Соның ішіндегі оқыту жүйесі, оқу бағдарламасының бәрі саған сәйкес өзгертілген. Алматыда біршама университеттердің бәрі сөйтіп қамтамасыз етеді. Өйткені тұрған жерінің өзін оңтайлы шешім жасап, тұрғындарға дұрыс жағдай қалыптастырудың өзі университеттердің өзі алдыңғы бір миссияның біреуі ғой. Оны айта кету керек, 3-ші миссия деп атайды. Егер 1-ші миссия университетке оқыту болатын болса, 2-шісі ғылыми ізденістер жасайтын болса, 3-ші миссия сол әлеуметтік тұрғыда өзінің қоғамға үлесін қосу. Енді университеттерде қазір мынау жасанды интеллектіні оқыта бастады, студенттерге гранттар бөліне бастады. Қаншалықты ол студенттерге оқытылатын мамандар бар бізде? Енді жалпы мына жасанды интеллектке келетін болсақ, бұл жерде енді екі негізгі ұстаным бар ғой. Біреусі тұтынушы ретінде. Келешекте жасанды интеллект қазірдің өзінде ChatGPT болсын, тұтынушы ретінде бәрі кең ауқымды пайдаланады оны. Ол кейін жасанды интеллект көмекші ретінде оған күнделікті жасап жатқан жұмысын оңтайландыратын жолдарын көрсетіп көмектеседі. Екіншісі зерттеуші ретінде қарайтын болсақ. Қазақстанда жасанды интеллект бағыты бойынша іргелі зерттеу жоқ емес, ол бар ол. Бірақ ол қазіргі тұрғыдағы технологиялық деңгейге сай емес болуы мүмкін. Бізге теоретикалық зерттеу. Мәселен, мына тіл мәселесіне қарайтын болсақ. Бізде мына тілді NLP деп айтады, National Language Processing деген тілді өңдеу, соған сәйкес кейін жаңағы жасанды интеллект технологияларын пайдалану, machine learningге сәйкестеу, ол сол ChatGPT-дің негізгі бір бөлігі. Сондықтан да соны үйретіп, соны арғыта жетілдіру, қазақ тілінің өзі келешекте мына цифрлық кеңістікте өзінің жаңағы рөлін жоғалтпау үшін соның бірден бір мақсат. Сондықтан біздің идея қазіргі кезде сол екі бағытты тең дәрежеде ұстап қалу. Біріншіден оқыту жүйесі, оқу бағдарламаларының ішінде курстарды енгізу, соған сәйкес біздің өзіміздің ұстаздардың өздерін сол жаңағы курсты оқыту жаңағы не деп айтады? Біліктілігін арттыру курстарын өткізу. Оның өзі қайдан келуі мүмкін? Бір орталық бір деңгейде орталық оқыту жаңағы бағдарламаларын жүзеге асыратын болса, екіншісі дәл сол Coursera болсын, дәл сол шетелге барып оқу. Яндекстің өздерінің курстарының біз кең ауқымда таралған. Қазақстанның қазір университеттерде сондай курстарды дайындап шығарды. Ол университеттерге де оқытушыларға да бағытталған. Енді басты мақсат енді мынау продвинутый пользователь дейміз ғой. Ең келешекте сол дұрыс тапсырма құрастыра білу. Сол жасанды интеллекттің өзі сол тапсырмаға сәйкес шешім ұсынады ғой ертең. Егер сіз қойған сұрағыңызға байланысты сол шешімді сол оңай оспақ жасауы мүмкін. Бірақ енді сіз тереңдетілген күрделі сұрақтарды қалыптастыру, оның өзіне үйрету керек. Өйткені дұрыс қойылған есеп ертең кейін оңтайлы шешімге алуға оң септігін тигізеді. Бірақ оның үйрету, ол енді қосымша бағдарламалардың терең жаңағы түрлендіруін талап етеді. Енді бұның тағы екінші жағы бар ғой. Сол жаңағы мысал ретінде айтылады, анау Ресейдегі диссертациялық жұмысты қорғаған докторанттың жұмысын айтады. Болмаса біздің сол есептердің өзін ChatGPT-ме шығарып көрсету мүмкін. Үй тапсырмасын солай орындау мүмкін. Енді ол теоретикалық бір әлеуметтік ғылымдарда болмаса, мысалы таза математикаға келген кезде ол енді интеграл формуланы шығара алмайды алгоритмдер. Оны шығару үшін әлі біршама уақыт керек. Енді мен былай жауап беруші едім. Егер сіздер жасанды интеллекттің жаңа технологиясын пайдаланады дейді болсаңыз, студенттер, ол міндетті түрде пайдаланады. Оның енді әрине біз этика кодекстерін қабылдаймыз, тағы басқа мүмкін керек болса соны оқулардан шығарамыз, тағы басқа. Негізгі сұрақ, негізгі біздің алдымызға қойып отырған тапсырма сол студентке берілген сұрақ тапсырманың өзін дұрыс қоя білу. Егер енді өздеріңіз білесіздер ғой, реферат жазып кел, мысалы Абай Қонанбаев десең, ол керек болса бар 100 бет жазып алып келеді. Ал егер сараптамалық тұрғыдан
соның ішінде керекті бір мәселелерді ашып соның шығармашылық тұрғыда көрсететін бір басқа бір Гетте болсын тағы басқалармен салыстырмалы тұрғыда қоятын болсаңыз ол сұрақты, оның үшін жұмыс жасау үшін таза адамның өзі үлесі көрініп тұрады. Өйткені қаншалықты жасанды интеллект әртүрлі варианттар әкелетін болса, оны оқып барып соның дұрыс жауабын іздеу, соны ертең жаңағы ұстазға әкеліп ұсыну, соны қорғау керек қой міндетті түрде. Кейін оның барлығы сол жаңағы зерттеу тәсілдемелеріне тікелей әкеледі, өзінің ықпалы бар. Өйткені мен жаңа айтып кеттім ғой, дұрыс қойылған есеп, тапсырма сол сәйкес зерттеу әдістемесіне тікелей әсерін тигізеді. Егер оңай оспақ қойылған есеп болса, оңай оспақ шешілу жолдары табылады. Ал егер тапсырма дұрыс қойылып, оған шешу жолдары күрделі жаңағы жолдарын көздейтін болса, сәйкес керек болса сол пайдалансын сол жасанды интеллект ұсынып отырған жолдарын. Бірақ оның өзін ары қарай түрлендіру керек. Оның өзін дұрыс қойылған тапсырмаға сәйкес жуықтау керек, соған жақындату керек. Ол енді қосымша құзырларды талап етеді. Соған үйренсе біздің жастар. Мен ойлаймын, енді жалпы мына университеттердің өзі мына экзамен жүйесі болсын, соған тапсырмалық методикалық жүйесін соған бәрін өзгерту, енді ол алда тұрған мақсат. Жалпы ол осы мамандыққа түскісі келетін студенттердің қатары көп па? Әрине, қазір ақпарат технология бағыты бойынша өте көп қой. Оның бірден бірі мына үлкен көлемді ақпаратты өңдеу. Data analytics дейміз ғой қазіргі кезде. Ең көп ақша табатындар қазір сондар ғой. Өйткені кез келген жасанды интеллект технологияларының бәрі сол ақпаратқа тәуелді. Ақпараттың өзі өңдеу, оларды белгілі бір деңгейдегі формал тұрғыда жеткізу, оның өзі бір біліктілікті талап етеді. Енді осыдан 10-15 жыл бұрын біз алғаш рет мына жаңағы Nvidia-ның әлем деңгейде өткізетін конференцияларына барған кезде, мысалы анау пилот жоқ жаңағы беспилотник болсын, одан кейін жаңағы машинаны жүргізуші жоқ, өздері машиналар автоном тұрғыда жүргізу, осының бәрі 15 жыл бұрын көрсетіліп жататын. Бірақ ол кезде шешу технологиялық тұрғыдағы деңгейі төмен болатын. Өйткені құрал жабдық есептеу жүйелері төмен болды. Қазіргі кезде Nvidia-ның жаңағы құрал жабдықтары күрделене түскеннен кейін, есептеу әлеуеті күрделене түскеннен кейін, жалпы мына жасанды интеллект технологияларының өздері тез дамыды ғой. Ол үшін уақыт керек болды. Енді біздің алдағы тұрған мақсат осыдан қалып қалмау керек. Көпшілігінде біреуде мынандай идея бар енді. Мысалы осыны қазір инженерлі технологиялық тұрғыда қамсақ жеткілікті. Мысалы бар шешім бар, соны керек болса үйретейік, күнделікті өзімізге өмірімізге пайдаланайық. Енді кез келген қазір шешімдер бар ғой, мысалы Siri, Алиса, тағы басқа, ChatGPT, кейін оны қазақ тілге аударуға болады, тағы басқа. Но негізгі басты мақсат осы бағыттағы ғылыми зерттеулерді ары қарай дамыту. Бізді ешкім сырттан келіп үйретпейді. Ол кез келген жасанды интеллект технологияның нәтижесінде ар жағында алгоритм жатыр. Оның ар жағында модель жатыр. Оның ар жағында конкрет негізгі бір теоремалар тұр. Оны енді кім үйретеді? Сондықтан математикалық білімді жаңағы деңгейін күшейту, инженер технологиялық тұрғыда сараптамалық жаңағы зерттеу деңгейлерін күшейту, соған сәйкес мына әртүрлі әдістемелердің салыстырмалық тұрғыда керек болса қоса оңтайландыратын, жетілдіретін тәсілдемелерін үйрету біздің басты мақсат. Өйткені ертең бұл негізгі құрал болатын болса, сол құрал жабдықтың өзін қалыптастырып, ішкі дүниесін түсінбей, оның қалай керекті жерлерін болса өзгертетін жерін түсінбей, тек қана пайдаланушы ретінде кететін болсақ, онда біз ашық айтайық дағда аламыз. Тұтынушы ел боламыз. Айландырып алып келіп математиканы оқу керек дейсіз ғой. Енді дәке, сұхбатымыздың соңында осы мынау ғылымды жалпы халыққа насихаттау, жастарға қызықты етіп үйрету, тарту мәселесі қалай шешілмек, қалай қолға алып жатсыздар? Енді бірден бір бұл екі жолы бар. Біріншісі кез келген осы ғалымдардың өздерінің жетістіктерін кең ауқымды таратып ақпарат ретінде қарапайым халыққа жеткізу. Ол үшін өздеріңіз сияқты мынандай бағдарламалар болу керек. Кез келген ғалым өзінің ғылыми жетістіктері туралы айта білу керек. Жеткілікті өзі түсінікті тілмен. Екінші жағынан мына кітап, одан кейін мына журналдар шығу керек. Өйткені кез келген, мысалы жаңағы мына Nature деген журнал әлемде ең көп импакторға ие. Неге? Өйткені Nature деген журнал шыққан мақала қоғамға, адамзатқа ықпалы көп деген сөз. Кез келген адам, мысалы Nature-ны ашып қарайтын болсаңыз, мысалы жасушаның ішінде жаңа бір нәрсе ашылды дегеннен кейін, оны қызығып жақсы тілмен жазылған оны. Ол ондай журналдарды қалыптастыру. Ол енді Қазақстанда мысалы Асқар Жұбалдаев ағам соңғы кезеңде сол бағытта жұмыс жасауда. Жатық тілмен,
жастарға балабақша болсын, университет, мектеп болсын, университет деңгейінде соны жеткізе білу, соны кейін соған ғылымға баулу, ол негізгі мақсат. Ол мемлекет тұрғыда қаржыландыру болу керек. Енді ғылымға бет бұратын азаматшалардың қатары көбейді деп үміттенеміз. Еңбегіңізге жеміс тілейміз. Сұхбатымызға келіп, өзіңіздің ойыңызды білдіргеніңізге көп рахмет. Өздеріңізге рахмет шақырғандырыңызға. Қымбатты көрермен, солай YouTube арнасында бүгін біз отандық ғылымның проблемалары, жетістіктері жайлы әңгімелестік. Келесі кездескенше аман болыңыздар.